Исламдағы әйелдің орнын білмейді көп адам. Үйіне апарады, әйелін қамап қояды. Неге десе, дін осыны бұйырды дейді, әйел үйден шықпау керек дейді. Қай жерде айтқан, айтыңызшы. Қай жерде айтқан? Пайғамбарымыздың жанында соғысқа да барған әйелдер. Жара таңу үшін. Жара таңу үшін дегенде ойлаңыз, тек қана өзінің күйеуінің жарасын таңып беріп жүре ма? Енді қалғандарды ұстауға болмайды ғой, қалғандармен араласуға болмайды ғой деп. Жоқ. Қайсысы жарақаттанса бәрібір сүйреп алып келіп жарасын таңып береді. Пайғамбарымыздың мешітінің жанында кішкентай медицинский центр болған, білесіздер ма? Сол медцентрдің медигі, маманы әйел кісі болған. Жұрттың бәрі сол кісіге көрінетін болған. Сол кісіден ем алатын болған. Пайғамбарымыздың мешітінің жанында шатыр болатын. Сол шатырда отыратын әлгі әйел кісі адам қабылдап көреді.